Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Қасиетті Рамазан айы баршамызға қабыл болсын. Тұтқан оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз Алла қабыл етсін. Аллаға шүкір, жылдан жылға қасиетті Рамазан айында ораза ұстаушылардың қатары көбейіп келе жатыр. Иық тіресіп мешіттерде тараух намазын оқитындардың қатары Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Бірақ енді осы бір тыныштығымызды бұзғысы келетін кейбір адамдар бар. Мынау дәстүр мен дінді қарсы қойып бір-біріне, имамдарды халыққа қарсы қойып деген секілді. Мынау 2020 жылы пандемияның уақытында той жасауға болмайды, тойлауға болмайды, садақа жасауға болмайды деген секілді мемлекет тарапынан арнайы тыйымдар болды ғой. Сол кезде бір бауырымыз маған әкемнің садақасын жасай алмай отырмын, соның орнына кететін шығынды мұқтаждарға таратып берейінші деп, мешіттен таратайыншы деп өтініш жасаған еді. Сол бауырымыздың өтініші бойынша бағанағы маскамызбенен арнайы видео салып халыққа сол қайырымдылықтан түскен тағамдарды таратқан едік. Ал енді соны қазір біреулер 5 жыл өткеннен кейін шығарып алып, міне имамдар дәл қазір осылай жасап жатыр деп көрсетуде екен. Құрметті ағайын, бұл 5 жыл бұрынғы ковид кезіндегі нәрселер. Қазір Аллаға шүкір, халық діни рәсімдерінде орындап жатыр, дәстүрлерінде орындап жатыр. Ешкім еш нәрсеге қарсы емес. Аллах Тағала керісінше садақаларымызды қабыл етсін. Аллах Тағала жақсылықтар берсін баршамызға. Андай арандатушылықтарға сеніп қалмаңыздар.